бір жалқау бала болыпты. Оның ата-анасы демалыста ата-әжесіне көмектесуге жіберіпті. Оның жалқаулығы соншалықты ұйқы дегенді өте қатты жақсы көреді. Дәл мына мен сияқты. Ұйықтап алмасам. Ей, балам, тұрсаңшы, таныс болды ғой. Қойшы, әже, ұйықтаймын. Тұра ғой, балапаным, құлыншағым. Әже, тамақ, қарным ашып жатыр. Қазір қарны ашып қалды екен ғой. Мә, шей ғой, әжем тәтті бәл үшін. Тұра ғой, балам, төсегімді жинай ғой. Әже, өзін жинай салшы. Маған бір тәттіден үзік болса екен. Рис кетер, қарны ашса қорадан барып шыққаны вообще. Балам, сен тұрда барып отын алып келші, әйтпесе мә қатты салқындап кетіпті. Әже, өзін істей салшы, мен жоқта істедің ғой. Қой, мына жалқаудан мен шаршадым, Алатаудың ар жағына кетейін. Әже, баршы, мысығымыз екеуміз ұйықтаймыз. Әже, шынымен де кетіп қалған ба? Үй қатты салқындап кетті. Қой, отын алып келейін. Балта қайда? Міне жатыр екен. Ай, саусағым. Қат, біздің әжеміз немересіне ренжіп кетіп қалыпты. Енді бізге қарайтын жан жоқ. Ай, саусағым. Әжем де кетіп қалды. Қолымды емдеп беретін ешкім жоқ. Қат. Сиыр, қой, ешкі, у-шу болып қардар ашып қырға кетті. Ал мен жалғыз қалдым. Мяу, туып шулап ұйқы бермедіңдер ғой. Қат. Мынау бала неге тұрмайды? Қызығы көтеріліп кетіпті. 103, алло, жедел жәрдем, тез келіңіздер. Мысық, сен барда дәрігерді алып кел. Аты жөніңіз? Әжем де кетіп қалды. Жылама, тауып бол бала, өзі кінәлі, диагнозы жалқаулық, емі өте көп еңбектену. Мысығым, барып әжем шақырып келші, мен кешірім сұраймын. Жарайды. Әже, кешірші, мен енді жалқау болмаймын, мен енді түзелемін. Балапан, құлыншағым, түсініпті ғой өзінің қатесін. Жалқаулықты немі? Көп еңбектену. Жалқаудың жаны тәтті демекші, жалқаулық адам бойындағы жаман қасиеттердің бірі. Біз осы ертегі арқылы балаларды жалқау болмауға, үлкендерді сыйлауға, еңбек етуге шақырамыз.